Ассалаумағалейкум. Бүгінгі айтатын ұлы тұлғамыз Қарасай Алтынайұлы, яғни Қарасай батыр жайында болмақ. Ол 1589-1671 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың қаһарман батыры, әйгілі қолбасшысы, есімі Шапырашты руының ұранына айналған аса көрнекті тарихи тұлға. Қарасай батыр қазіргі Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Суықтөбе тауының етегінде Қарасаз деген жерде дүниеге келіп, Арқа жерінде Көкшетау үшін болған шайқаста ауыр жараланып дүние салған. Топырақ Көкшетау алабындағы Айыртау сілемінің Қошымбай деп аталатын төбесінен бұйырған. Қасына өзінің қанды көйлек досы Арғын Ағынтай батыр жерленген. Қос арыс Шапырашты Қарасай мен Арғын Ағынтай батырға және олармен бірге қанды шайқаста қаза болған сарбаздарға 1999 жылы қос күмбезді кесене орнатылған. Қарасай батырдың шыққан тегі ұлы жүз Шапырашты. Қарасай батыр әкесі Алтынайдың 3-ші әйелінен туылған баласы. Сөз орайында айта кеткен жөн, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы Қарасай батырдың тікелей ұрпағы. Атап айтқанда, Қарасайдан Көшек, одан Айдар, одан Мырзатай, одан Кембаба, одан Еділ, одан Сақпақтай, одан Назарбай, одан Әбіш, одан Нұрсұлтан туады. Кейбір деректерге қарағанда, Қарасай батыр жыл бойы ат үстінен түспей 200-дей ұрыстарға қатысып 49 ірі шайқастарды басқарған. 19 рет жекпе-жек шайқаста жеңіске жеткен қолбасшы. Іле Алатауының маңында бір шайқаста Қарасай деп ұрандаған қазақ жастары жауды ойсырата жеңді. Суықтөбе шоқысына Қарасай елінің туы бөрілі байрақ тігіледі. Бұл жеңістен соң Қарасай бүкіл Шапырашты елінің ұранына айналады. Осы видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып қолдау көрсетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біздің арнамыздың дамуына өте қажет.